Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қолжетімді ингредиенттерден өте дәмді жұп-жұмсақ кекс пісіреміз. Ең алдымен жұмыртқаға қантымызды салып, аппақ масса болғанша миксерлеп аламыз. Содан соң қалауымызша ванилин қосамыз. Қаймақ пен сұйық майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қамыр қопсытқышты ұнға салып араластырып, массамызға салып, миксердің көмегімен немесе қасықтың көмегімен араластырамыз. Мінекей қамырымыз жап-жақсы болып араласты. Енді қамырды теңдей екі бөлікке бөлеміз. Қамырдың бір бөлігіне бір ас қасық какао ұнтағын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне бір ас қасық су құйып, тағы да араластырамыз. Қамырды формаға құюға ыңғайлы болу үшін мен осындай кондитерлік қалташаға салып алдым. Енді формаға кезекпе-кезек құйып шығамыз. Алдымен какао қосылған қамырды, содан соң ақ қамырды. Формамыз толғанша барлығын құйып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут кексті пісіреміз. Мінекей кекс дайын болды. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер болады. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Сау болыңыздар.